Сәлем достар, сіздермен Захида. Бүгін біз сіздермен кішкентай қыздарға арналған тюрбаны тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін бізге велюр матасы немесе трикотаж созылатын мата болса болады. Одан кейін қайшы, метр, бор керек болады. Мен бұл тюрбанды қызыма арнап тіктім. Сондықтан қызымның бас айнала ұзындығын қойып 26 см, ол екі бүктегенде 26 см болды. Ал биіктігі болса стандарт 30 немесе 35 см болады. Енді осы 26 см мен 35 см екеуін бірлестіріп, қия ұзын доға сызып аламыз. Осы сызылған сызығымыз әдемі шықпаса, тюрбанымыз да әдемі шықпайды. Сондықтан сызған сызығымызды, доғамызды әдемілеп сызуымыз керек. Енді осы сызықтан кесіп алып, қолмен немесе машинканың көмегімен тігіп шығамыз. Кейін осыны есіне қайырып, төменгі жағында қайырып тігіп алып, одан кейін мен қолмен тіктім. Қолмен тігіп осылай бұйырып шығамыз. Қолмен тіккенде жібіміз қалың болу керек. Тігіп жатқанда тартып тігеміз. Бұл тюрбанымыздың бүрмелері әдемі болып шығады. Мінекей, енді тігіп алдық. Екеуін бірлестіреміз екі жақтан. Енді бізге осы екі өлшем аламыз. Ені 12, бойы 8 см. Ал екіншісі 12-де 12 болады. Енді осыларды кесіп алып, машинканың көмегімен тігіп, осының бір жағын тігеміз. Ал бұл бөлігін ортасынан тігіз ашық қалдырамыз. Ұштарын қайшымен немесе ұшқызатпен ұштарын шығарып, жақсылап үтіктеп аламыз. Үтіктеп алдық. Тюрбанымыздың терісінен бір азғантай не қалдырып тігіп шығамыз. Біздің кішкентай бөлігіміз сыю үшін. Енді
бөлігімізді еркіне қойып, тура тігіспен қолмен тігіп шығамыз. Мінекей, тігіп алдық. Енді ашық жерін білдірмей жайлап тігіп шығамыз. Артып қалған бөлікті де кесіп тастаймыз. Осылай. Енді екінші бөлігімізді орналастырып, тюрбанымызды әдемілейміз. Мінекей, біздің тюрбанымыз да бітті. Достар, сіздер де осындай әдемі тюрбандар тігіп жақындарыңызды қуантыңыздар. Достар, видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар.